Имам Күшейри, Алла одан разы болсын, баяндайды. Бір сопы үнемі «Уа Аллам, сенен амандық сұраймын, уа Аллам, сенен амандық сұраймын» деп дұға ететін. Бір күні одан неге үнемі осылай дұға ететінін сұрағанда, ол былай деп түсіндіреді. Мен рухани тәрбиеге алғаш кіріскенде жүк тасушы болып жұмыс істейтінмін. Бір күні ауыр үн қаптарын тасып демалу үшін жүкті бір жерге қойдым. Сол жерде «Уа Раббым, әр күні шаршамай-ақ 2 нан берсең, соған риза болар едім» деп дұға еттім. Сол сәтте алдымда 2 адам төбелесе бастады. Оларды ажырату үшін жандарына бардым. Біреуі қолындағы затымен қарсыласын ұрмақ болып еді, бірақ абайсызда маған ұрып жіберді. Бетім қанға боялды. Дәл сол кезде көшенің тәртібіне жауапты адам келіп, екеуін ұстап алды. Мені де қанға боялған күйімде төбелесші деп ойлап, олармен бірге түрмеге алып кетті. Біраз уақыт түрмеде отырдым. Сол жерде маған күн сайын 2 нан беріп тұрды. Бір түнде түс көрдім. Біреу маған: «Сен күн сайын шаршамай-ақ 2 нан сұрадың, бірақ Алладан амандық, денсаулық, дін мен дүниенің тыныштығын сұрамадың. Міне, сұрағаның берілді» деді. Түсімнен ояндым. Сол кезден бастап үнемі «Уа Раббым, амандық бер, уа Раббым, амандық бер» деп дұға ете бастадым. Бір күні камераның есігі қағылды. Біреу «Жүк тасушы Өмір қайда?» деп сұрады. Мен алып шығып, қолымды шешіп босатып жіберді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: Алладан амандық сұраңдар. Кәміл иманнан кейін құлға берілген ең үлкен нығмет амандық.